Сәлем, YouTube-та қарапайым экономика арнасы. Біз бұл видеода кері кеткен Жапония экономикасы туралы айтамыз. Жапон экономикасы неге тұралады және олар 10 жылдық өсімді қалай жоғалтты? 40 жыл бұрын әлемдік рейтингте көш басында тұрған Жапон экономикасы бәсекелестерінен неге қалып қойды деген сұраққа жауап берейік. Неге кері кетті дейсің? Жапония экономикасы дамыған, алдыңғы қатарлы ел деп ойлайтын боларсыз. Алайда Жапон экономикасының қазіргіден де гүлденген, бұдан да үлкен өсім көрсеткен кездері болған. Тарихқа аз ғана шегініп, көз жүгіртіп көрейік. 1980 жыл Жапония алдыңғы қатарлы экономикасы жылдам өсіп жатқан ел еді. Міне алдағы 10 жылда Америка Құрама Штаттарын да артқа тастайтындай көрінген. Panasonic, Sony компанияларының арзан электроника өнімдері әлем бойынша миллиондап сатылып жатты. Қазір ғой әлемдегі ең бай 10 компанияның 8-і америкалық, ал осыдан 40 жыл бұрын әлемдегі ең бай 10 компанияның 8-і жапониялық болып тұрған. Соңғы 30 жылда көп нәрсе өзгерді. Қытай Жапонияны басып озып, әлемнің екінші экономикасы атанды. Жапонияның Toshiba компьютерін Apple ноутбуктері артта қалдырды, ал Sony электроника компаниясы оңтүстік кореялық Samsung-тың шаңына ілесе алмай қалды. Кезінде дүркіреп тұрған Panasonic-тың қазіргі халі аянышты. Жапония дамуы неден басталды? Әрине америкалық және европалық өнертабыстардың патенттерін сатып алудан. 80-ші жылдардың орта шебіне дейін жапондықтар 20 жылда 15 000 патент сатып алды. Олар сатып алған өнертабысты өз елдерінде жасады және одан әрі дамытты. Солайша Жапония аз жылда әлемдік фабрикаға айналды. Себебі жапон тауарлары Америка Құрама Штаттарындағы тауарлардан әлдеқайда арзан еді. Солайша Америка Құрама Штаттары мен Европа елдері өндірген тауарлар Жапонияның арзан тауарларының жанында бәсекелес бола алмай қалды. Америка мен Европаға арзан жапондық көліктер келіп, Нью-Йорк көшелерінде Toyota, Subaru, Mazda, Honda көліктері қаптады. Америка тауарлары өтпей зауыттары жабылып қалудың аз-ақ алдында тұрды. Қысқартуға тап болған Америка Құрама Штаттарының жұмысшылары митингіге шығып, көшелердегі Жапонияның көліктерін аударып, тіпті өртеген сәттері де болды. Америка Құрама Штаттарының үкіметіне бұған қарсы бір шара қолдану керек еді. Сол кезде Америка Құрама Штаттарының президенті Рейган өз қателігін мойындады. Америка Құрама Штаттары Жапонияға өз патенттерімен қоса, өз болашағын да қоса сатты деді. Осыдан соң Нью-Йорктегі Плаза қонақ үйінде, дәл сол атақты үйде жалғыз қалғанда 2 фильмі түсірілген қонақ үйде Америка Құрама Штаттары, Германия, Ұлыбритания, Франция мен Жапония елдері басшылары кездесіп, ақша курсын теңестіруге келісті. Бұрын ең арзан, ал Америка Құрама Штаттарының доллары қымбат еді. Саудаға ыңғайлы болу үшін деген мақсатпен ақшаны теңестіру керек болды. Америка Құрама Штаттары өз долларының құнсыздандыруға келісті. Бұл алғашқы жылдары Жапон экономикасына үлкен серпін берді. Жапония кәсіпкерлері мол табысқа кенелді, олар шынайы байлыққа ие болды. Алайда бұл даму үрленіп жатқан шар сияқты еді. Курсты қолдан ұстап тұру үлкен қателік екенін Жапония кеш түсінді. Арада 5 жыл өтті. Жапония енді тауарды арзан өндіре алмай қалды. Жапония компаниялары бұндай соққыны көтере алмады. Жапон үкіметі компанияларды өз күшімен сақтап қалды. Себебі компаниялар жабылса, мыңдаған қызметкерлер жұмыссыз қалуы мүмкін еді. Сол үшін Жапония үкіметі миллиардтаған қаржы бөліп, компанияларды аман алып қалды. Осыдан соң алдағы 10 жылда Жапон экономикасы бір орында қалып қойды. Бұл 10 жылды жапондықтар жоғалған 10 жыл деп атады. Себебі бұл 10 жыл компаниялар зомби қалпында тұрды. Яғни не тірі емес, не өлген жоқ, өсім жоқ. Ең қызығы, қазіргі ең бай әлемдік компаниялар осы 10 жылдықта немесе одан кейін құрылды. Мысалға, Apple мен Microsoft 85 жылдан кейін, ал Google, Amazon және Facebook 2000 жылдары, ал Tesla тіпті кейінгі 10 жылдықта. Қытайдың Alibaba компаниясы да кейін құрылды. Тіпті оңтүстік кореялық Samsung-тың өзі бір кездер Жапониядан технология сатып алған еді. Ал қазір ең бай компаниялар тізімінде жапониялық компаниялар өте аз. Мысалға, көлік өндіру саласында тек Toyota. Жапонияның бұдан да үлкен проблемасы бар. Жапонияда жасы 65-тен асқан адамдар саны 35 миллионға жетті. Яғни әрбір үшінші жапондықтың жасы 65-тен асқан деген сөз. Осымен қоса, соңғы 40 жыл бойы бала туу көрсеткіші үздіксіз төмендеп келеді. Қазірдің өзінде бұл Жапония экономикасына кері әсер етуде, ал болашақта демография салдары бұдан да ауыр болмақ.
Жапония әлемдік көшбасшы болар ма еді деген сұраққа көптеген экономистер иә деп жауап береді. Егер 1985 жылғы қыркүйектегі Нью-Йорктегі Плаза қонақ үйіндегі шартқа Жапония келіспегенде мұндай тоқырау болмайтын еді дейді. Алайда Жапония басшылары мұның бәрін білді. Егер сол шартқа келіспегенде Америка құрама штаттары арасында сауда соғысы болар еді. Жапония Америка құрама штаттарымен соғысты емес, достықты таңдады. Есесіне өзінің ірі компанияларының өсу деңгейін құрбандыққа шалды. Не болса да болып кетті. Бұл күнде Жапония жоғарғы технологиялы, сапалы брендтер елі. Күншығыс елінен біздің үйренеріміз көп. Біз оларға тек жақсылық тілейміз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіз. Видеоға лайк басыңыз. Қарапайым экономика арнасындағы басқа да қызықты видеоларды көріңіз. Аман, сау болыңыз.